We were playing in the sand. Сәлем достар, сендермен бірге мен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео барлықтарыңызға қызық болады, себебі бұл видео мен өзіме де қатты ұнайтын видео. Яғни мен сендерге топ 5 ішің пысқан кезде немесе не көреріңді білмеген кезде көретін фильмдер жайлы айтатын боламын. Ең алғашқы фильм, оның жанры ужас триллер, яғни мен жақсы көретін фильм. Оның аты «Правда или действие». Оның қазақшасын аударғанда дұрыс естілмейді, сондықтан мен «Правда или действие» деп айта берейін. Бұл фильм, бұл жай ғана жастардың ойнайтын ойыны болып көрінеді. Бірақ жай ғана ойын өлімнің соңына жүгіретін жарысқа айналады. Бұл ойынға тылсым күш иесі кіріп кетеді. Егер де біреу ол ойындағы берілген шартты орындамаса немесе өтірік айтатын болса, онда оны өте қатал жаза күтеді. Если соврешь, умрешь. Не выполнишь действие, умрешь. Откажешься играть? Да пошли вы! Умрешь. Сломай Оливии руку. Давай, бей. Я, конечно, злюсь, но не настолько, чтобы ломать тебе руку. Ты не можешь отказаться. Марки не тяни! Все игроки должны умереть. Бұл ойында кім жеңіске жетеді екен? Яғни бұл кино өте қызықты, себебі ол бір жағынан 2018 жылы шықты, яғни качествосы өте жақсы, сюжеті де барлық қызық. Келесі сендерге айтатын фильм ол комедия, яғни барлықтарыңыз көріңіздер, өте керемет, күлкілі, және бұл кинода менің ең сүйікті актрисам Мелисса Маккарти ойнайды. Сьюзан Купер ЦРУ қызметінің сотруднигі, яғни сол ЦРУ қызметінде жасайтын агент, яғни агенттерге көмектеседі. Советую вам начинать. О, блин. О боже, зачем ты это сделал? Я что, специально? Здесь просто пыли немерено. Я уволилась из школы и пошла в ЦРУ. Думала, стану супершпионкой, но я все та же серая мышь. Стало известно, что Рейна Баянова знает, где бомба. Но она знает в лицо всех наших агентов. Нужно найти бомбу по-тихому. Нужен кто-то неприметный. Я могу. Как-нибудь без буфетчиц обойдемся. Серьезно? Я смогу. Отныне ты не Сьюзан Купер. Ты Пенни Морган, разведенная домохозяйка из Айовы. Джеймс Бонд отдыхает. И готово. Келесі фильм «Ограбление в ураган». Кім боевикті және триллер жанрындағы кинолар жақсы көреді? Осы киноны қараңыздар. Америка жағалауында өте қатты ураган жақындап келе жатыр. Ұрлар бандасы керемет ұрлық жасағысы келеді. Яғни $600 миллион Америка қазынашылығынан ұрлап кеткісі келеді. Өздерінің жаман ойын іске асырғысы келеді. Ураган надвигается. Пора валить. Говорит агент Корбин. 600 миллионов, они там? Все на месте, еще около 300 бонусом. Отвечаешь головой. Так. Разворачивайтесь. Давай. Плохо дело. Свидетелей не оставлять. Залезай! Что здесь творится? Ограбление банка. Берегись! Я знал, что это будет полный. Загружай! Егер де менің осы бүкіл өмірімде көрген киноларды есіме сақталып қалған, солардың бәрін удалить тастаса, онда мен бұл киноларды бесконечно қарауға дайынмын. Келесі фильм аты «Тревожный вызов» деп аталады. Жанры триллер, криминал. Фильм 911-де оператор болып жұмыс жасайтын әйел жайлы болады. Яғни 911 нөміріне қыз-подростық соғып маньяктың тұтқыны болғаны жайлы айтады. Отделение полиции. 911. Я вас слушаю. Господи, помогите! Полиция к вам уже едет. Он спускается вниз. Лея? Кажется, он услышал звонок. Покиньте дом, пока вы не совершили то, о чем пожалеете. Слишком поздно. Это уже 6-я жертва. Следователи полагают, что мы имеем дело с серийным убийцей. Можешь на меня рассчитывать. Ты же знаешь. Я уже еду домой. Люблю, пока.
Господи! Нет, нет! 911, что у вас произошло? Я в багажнике машины. Меня увозят. Непонятно, откуда сигнал. Значит, в телефоне нет чипа. Что делать? Пожалуйста! Послушай, чтобы тебя вытащить, мне понадобится твоя помощь. Полиция! Мы не сдадимся. Скажи, вы едете по трассе или по улице? Біздің топ 5-мізді аяқтайтын фильм «Синяя бездна» деп аталады. Синяя бездна. Лиза мен Кейт Мексика жағалауында демалуға барады. Яғни Кейт пен Лиза клеткаға түсіп, судың ең түбіне түсіп, қорқынышты ақ акулаларды көруге шешім қабылдайды. Судың астына түсе бергенде клетка үзіліп кетеді. Оларды ешкім құтқара алмайды. Кислород, яғни оттегі 1 сағатқа жетеді. Жалғыз амал клеткадан шығып, жағалауға жүзіп бару, яғни судың бетіне жүзу. Ал ол жерде көптеген, яғни қаптаған жыртқыш акулалар көп. Вон, смотри! Кейт, я что-то не уверена. Адиос! Вот черт! Боже мой, это невероятно! Господи, о господи, что происходит? Мы тонем! Нужно убираться отсюда! Кейт! Достар, сендерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса саусақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желілеріме де жазылып қойыңыздар. Және де комментарияға жазып кетіңіздер. Осындай видеолар түсірейін бе? Мысалы, топ-5 орыс кинолар, топ-5 комедия, топ-5 семейный, топ-5 отбасылық, сондай кинолар түсірейін бе? Соны комментария жазып кетіңіздер. We were playing in the sand, and you found a little band.